Шунжаға баратырмыз. Шонжы. Горячие источники. Қазақша қалай болады? Ыстық қайнар. Өйткені жердің астынан шығады ғой ол. Источник қайнар, кажется. Қайнар су пайдалы, емі жақсы дейді ғой енді. Біз былтыр барғанбыз. Ол кезде Айсәуле 6 ай болған, иә? Айсәуле мен ішімде болған, сол кезде кішкентай. Дала, қар, жол нашар, пробкалады, бара жатырмыз асықпай, мен қарасаңыздар. Қаншама машина. Удачи нам. Ұзақ жол ма, Айсәуле? Ұзақ жол. Әлі жеткен жоқпыз. 2,5 сағат өтті. Керемет, жаниямен келіп демалатын жер. Міндетті түрде жанияларыңызбен келсеңіздер болады. Мынау біздің домик, біз снимать еткен домик. Осындай су, ыстық су көрінізі боланып жатыр. Көп суларында. Міне мұнда бірнеше домиктер бар. Ары қарай да домиктер көп. Мына жерде спа деп жазылып тұр, байқасаңыздар, спа бар. Төбесін білмеймін, мұнда жаңадан бірдеңе салынып жатыр. Мынау магазин. Керек заттың бәрі бар, бағалары да қымбат емес. Крытый бассейн. Мынау тамақ ішетін жер. Ол жерге де обзор көрсетемін міндетті түрде. Жаңа жылда мынандай орай болмаған шығар. Магазиннен өткеннен кейін аяқта летний площадка бар. Жазғы алаң дейді ғой. Дискотека сияқты билейтін алаң шығар. Төбесінде отыратын жерлер, мына жерде сахна, спа зона бар, мына жерде күшті спаның ішінде. Қазір мен ояққа кіре алмаймын, бірақ потом көрсетемін деген ойдамын. Летний площадка бар, отыратын жерлер. То есть ары қарай несінде болса, әжетхана, дәретханалар даладағы. Мынау да крытый бассейн. Тоже жаңағы біздік сияқты домиктар. Уже басқа жағындағы, біздікі оң жақта болса, бұл сол жақта. Барлық әдемі жасалған, аккуратно. Қандай күшті, қараңыздар, ауа райы. Тура бір ертегідей. Мынау кішігірім магазин.
Сәуле ұйықтап жатыр. Прям суық. Бірақ былтырғыдан жылы екен. Джакузи var anda. Kafası var ekleyin şimdi. Вы откуда? Ванядан келе жатыр. Сәлем бәріне, бүгін біз міне осындай номерге тоқтат. Номер деме, домик шығар, наверное, дұрысы. Бөлмелер, мында 2 орынды бөлмелер. Осындай үлкен зал, телевизор, нақта ойын ойнаймыз бүгін кешке. И мында кухняға, неге арналған заттар, тамақ ішуге, тамақ жасауға деген сияқты продуктларды алып кеп. Мында стакан, тарелкалар. 12 адамдық қой, сол себептен 12 адамға берілген. Так, мында пустой, мында не бар? Тоже стакан, тарелка. Вытяжка, бірақ мына жерде жабық тұр беті. Қасықтар, микроволновка, ең керек нәрсе чайник. И холодильник. Холодильникке кез келген заттарды сақтау үшін. Осындай үлкен бөлме. И на бөлме жағында уже жеке-жеке бөлме. Жалпы 12 адамға арналған бөлме ғой. Қазір біздің бөлмені көрсетемін сіздерге. Біздің бөлме. Керемет кеше. Қар деген қандай әдемі. Ой. Так, біздің бөлмеден шыққаннан кейін қайтадан залға шығамыз. Да, Айсәуле деген қыз. Привет, Айсәуле. Наяқ санузел. Барлығы таза, өте әдемі. Меніңше таза жасалған. Ең бір қызығы, аяқтағы судың барлығы источниктікі ғой, қайнардікі ғой, ыстық судан барлығы. Привет. И әрқайсына мындай жеке-жеке нелер беріледі. Сондай щетка, паста, сабын. Осы 2 санузел. Мындай бассейн бар екен, мен білмей қалдым, есігін ашып қарасам. Енді жердің астынан шыққан су болғандықтан, енді осындай кішкене топырақ болады. Осындай домик. Былтыр біз бұдан үлкенірек, кішірек керісінше домикқа тоқтағанбыз. Егер видеосы бар болса, міндетті түрде салып көремін сіздерге. Дәлі, и біздің ең жақсы көретін ойынымыз Катан деген керемет ойын. Достарыңызбен обязательно алып ойнап көріңіздер. Он опять не выкинет. Нет, он 25 не выкинет. А, выкинет со скоростью, да? Один. Мы с Бауром с тобой. Ух ты.
Удачи. Мы с Саяном. А теперь кто как будет? Какой вас будет играть? Давайте капитаны между собой. Тю! Рано. Так, рисовая каша. Второе, чай. А что, уже опять стало? Ана жерден чай, компот құйып алуға болады. А то он где-то... Ас болсын.